Саламатсыздар ма, оқушылар? Біз бүгін математика сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы логикалық есептерді шығару. Логикалық есептерді шығару көп ойлануды талап етеді. Балалар, ойымызды арттыра түсірейік. Ол үшін менімен бірге логикалық тапсырмаларды орындауға дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты сандық есептерді, құрамында әртүрлі сандары бар басқартырғыш есептерді, логикалық есептерді зерттеу және шығару. Ендігі біздің тапсырмамыз сиқырлы шаршылар ойынын ойнаймыз. Алдымен сиқырлы шаршыларды орындау үшін мен сендерге таныстырамын. Мұқият боламыз. Сандарды көлденеңнен қосамыз. 5 пен 1-дің қосындысы 6-ға тең. 3 пен 4-дің қосындысы 7-ге тең. Енді осы сандарды тігінен қосамыз. 5 пен 3-дің қосындысы 8-ге тең. 1 мен 4-дің қосындысы 5-ге тең. 6 мен 7-ның қосындысы 13-ге тең. Қане тексеріп көрейік, балалар. 6 мен 7-ның қосындысы 13, 8 мен 5-дің қосындысы 13. Олай болса, біздің сиқырлы санымыз 13. Енді ә бөлігін орындаймыз. 0-ден 8-ге дейінгі сандарды мен айтамын. Мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер тез жауап береміз. Келістік пе, балалар? Ал қане кеттік. Алдымен сандарды көлденеңнен қосамыз. 7 мен 0-дің қосындысы нешеге тең, балалар? Әрине 7-ге тең. 2 мен 4-дің қосындысы нешеге тең, балалар? Жарайсыңдар. 6-ға тең. Енді сандарды көлденеңнен қоссақ, келесі тапсырмамызда сандарды тігінен қосамыз. 7 мен 2-ның қосындысы 9. 0 мен 4-дің қосындысы нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, 4-ге тең. 7 мен 6-ның қосындысы 13-ге тең. Жарайсыңдар, балалар. Біздің сиқырлы санымыз 13. Өте жақсы. Енді шыққан қосындының сәйкес келуін тексерейік. 7 мен 0-дің қосындысы 7. 2 мен 4-дің қосындысы 6. 7 мен 2-ның қосындысы 9. 0 мен 4-дің қосындысы 4. Бізден шықты қандай сан, балалар? Бәріміз бірге. 13. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Жарайсыңдар. Бұл тапсырманы жақсы орындап шықтыңдар. Келесі тапсырма өзіндік жұмыс. Бос орындарға сандар қой. Дескриптормен танысамыз. Көлденең берілген өрнектердің мәнін табады. Тігінен берілген өрнектердің мәнін табады. Ал жақсы балалар, мен сендерге логикалық тапсырмадан сұрақ қоямын. Бөлмеде 8 майшам жанып тұр еді, оның 2-і өшіп қалды. Бөлмеде қанша майшам қалды? 10 секунд уақыт кетті. Бөлмеде әрине 2 майшам қалды. Себебі 2-ін сөндіргеннен кейін қалған майшамдар жанып кетті. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма. Қап-қара теңізге қызыл орамалды салсақ не болады? 10 секунд уақыт кетті. Ойланамыз. Әрине ылғалды болады. Себебі суға салғаннан кейін ылғал болады. Жарайсыңдар. Ал балалар, олай болса, үй тапсырмасы
Нөмірі 4-ші тапсырма 57-ші беттен орындаймыз. Сау болыңыз балалар.